Бізге өте қуанышты сәт. Жаңа ғана біз нотариустан Нұргүл ханымға, Жезқазған қаласының тұрғыны, үй рәсімделді біздің қор арқылы. Мен Нұргүл осы Жезқазған қаласында тұрып жатқаныма бір 10 жылдан асты. Осы тұрмысқа шыққаныма 5 жыл болып қалды. Біз бөлек шығып, осы қаншама бір жарым 2 жыл болған шығар үй жалдап тұрып жатқанымызға, содан өзім почтада істеймін, ауыл қазпочтада. Сол жерде Жанна ханым тағы қасындағы кісілермен бірге келіп, біздің бухгалтериядан счет туралы білген уақытта, білмеймін, может бұйырған, Алланың бұйырғаны шығар, тоқтатып сұрадым да, қандай бағдарлама сіздерде үй жайында сұрақтар болып жатқаннан кейін, құлағым шалып қалғаннан кейін сұрадым да, қандай программа деп сол уақытта бұл кісі кішігірім консультация берді, офисқа келіңіз деп сразу. Содан кейін жолдасым айттым, осылай алсақ қалай болады деп, жолдасымыз екеуміз келдік, бір емес 2 рет консультация алып кеттік. Сөйтіп ойланып, шешім қабылдап, осы іске келіп, одан кейін сізбен де өзіңіз де келісіп, сізбен де танысып, шешім қабылдап, ақшаны салып, содан кейін осыншама күткеннің нәтижесі, үй алып жатырмық. Бүгін бір уф деп үлкен бір жүк арқамнан түскендей болды ғой. Чем біреудің үйіне төлегенше өз үйіне төлеген артық қой. Жолдасым, бір балам бар. Шүкір деймін, осы күнге жеткеніме, осындай фондқа рахмет айтамын, жастарды отбасын қолдау қорына.